Бір уыс топырақ. Сібірдің алыс қаласының бірінде жоғарғы оқу орнын бітіріп, кәсіпкерлікпен айналысып қалып қалған қазақтың күні кешегі қара домалақ баласы Қараша сол күні алаңсыз офисінде шаруасымен айналысып отырған. Соңғы жылдары өзі кәсібіне айналдырған жеке компьютерлік фирмасын жемісті екенін арқасында атағы белгілі болып, табыс көзі бір қалыпты жүйеге түсіп, қомақты қаржы тауып, барлық несиені құтылған еді. Осыған бір талай жыл бұрын көңілі қалаған татар қызына үйленіп, 2 баланың әкесі болып та үлгерген. Туған ауыл жағына айналғандай да ешкім қалмаған. Жастары келіп қартайған әкесі де, шешесі де өзі оқып жүрген кезінде қайтыс болып кеткен болатын. Бір үйдің жалғыз баласы болғандықтан аға, іні деген, қарындас деген туысқандық сезімді білмей өсті. Енді міне, сонау сағым жылдар қалтарысында қалған туған ауылының бейнесін есіне түсіріп, аяқ асты ұялы байланысқа жығып, хабарласқан адамның қазақша сөйлегені біртүрлі құлағына жағымды естілді. «Әләу, Қарашамысың?» деп ар жақтан дауыстаған ер адам аман саулықтан соң, «Қарағым, ананың жалғыз бауыры Алшабекті білуші ме едің?» Қарашаның еміс-еміс есіне қалғанын кішкене бала күнінде анасы жетектеп бауырының үйіне ертіп баратын. Сол кезде егде көрінген орта бойлы, шошақ сақалы бар, қысыңқы көзді, қара торы адамның өзінің еміреніп бетіне талай сүйгені есіне түсті. Әйтеуір барған сайын анасы қолына ұстаған домбырасын сәлем сауқатты толтырып, қуанып қалатын. Өзі дүниеге келген отбасының кедейшілікте өмір сүргені қазір есіне түссе, көзіне еріксіз жас келеді. Әке-шешесі дәл қазір тірі болса, үлде мен бүлдеге орай алатын халде еді. Әттен, ешқандай жақсылық көрмей өмірден өтіп кеткен ойласа, қабырғасы сөгіліп кетеді. «Иә», деді аяқ асты ой құшағына сүңгіп кеткен жігіт, бұл соғылған қоңыраудың себебін білуге асықты. «Сол нағашың қайтыс болды, ертең сағат 11-де шығарады. Өлердің алдында сенің есіміңді қайта-қайта айтып, хабар беріңдер» деген соң, мекен жайында бүкіл Сібірдің түкпір-түкпіріне телефон шалып жүріп, әрен таптық. «Үлгере аласың ба? Жоқ па, ол жағын білмеймін. Тым шалғайда екенсің, хабар беру біздің парызымыз», деп ар жақтақ адам дүлдәмәл ойын білдіріп, тамағын кенеп қойды. Қарашаның көңілі босап, көзінен ыстық жас ытқып кетті. Көп жылдардан бері ауылында біреу өзін іздейді деген ой қаперінде болмапты. Қайран қара шал ғана мұны ұмытпапты. Содан кейін бойын жиып алып, «Қайтсем де үлгеремін» деді де, жалма-жан қабылдау бөлмесіндегі хатшы қызға Алматы қаласынан ұшатын ұшақтардың кестесін білуді тапсырды. Күтпеген жерден елден келген хабарға кәдімгідей көңілі қожырап, қабырғасы сөгіліп, қайғырып қалды. Қым-қиға шаруаның көлеңкесінде ұмтылып бара жатқан балалық кезінде көрген кедейшіліктің суреттері санасының түкпірінен қайта шыға келді. Әкесі марқұм елдің жыртылған етігін жамап тігетін, ал анасы иығына бір жақсы киім ілмей өмірден өтті. Сол кезде-ақ бұл жоқшылық пен кедейшіліктен құтылудың жалғыз жолы білімді болу екенін ұққан ауыл баласы алыс Сібірдің қаласына ақ арманын арқалап атанған еді. Қазір ойласа, студент болып оқып жүргенін өзінде кішігірім табыс тауып, алыста қалған кедейшіліктің шырмауынан шыға алмай отырған әке-шешесіне салмақ салмаудың жолын қарастырған еді. Жоғары оқу орнын үздік бітірген жігіт жағдайлы жұмыс табылған соң осы жаққа қала берген. Кейіннен кәсіпкерлікпен айналысып, мол табыс таба бастады.
Дегенмен көңілінің алыс түкпірінде сол бір қараша қазақ ауылына деген ыстық сезімін сақталып қалғанын жаны сезіп отыр. Неге жалғыз нағашысын ертерек іздемеген екен? Неге туған ауылына қол үзіп қалды? Мына қым-қиғаш тіршілік аясында жүріп, уақыттың зымырап қалай өткенін білмей қалыпты. Қараша Омарович, ертеңгі сағат 10-ға шейін Алматы қаласында ұшатын ұшақ жоқ. Не істейміз? Деп абдыраған хатшы қыздың үні ойын бөліп жіберді. Өзім де солай ойлағанмын. Арнайы ұшақ жалдау бөліміне сөйлес, мүмкін көмектесер, деп ол ренжігенін жасырған жоқ. Қалайда болса қара шалға бір уыс топырақ салып, Құран оқыту басты парызы екені ұқты. Қарап отырмай үйіммен сөйлесті. Тамара жас күнімде көп көмектескен, ауылда жалғыз нағашысы қайтыс болыпты, жерлеуге қайтсем де жетуім керек. Ол кісі жас күнінде көп көмек көрсеткен. Сен аландама, балаларға қара, мен барып қайтамын. Жоқ, үйге кірмеймін. Егер де сол ауылға жақын қалалардың бірінде жалдамалы ұшақ ұшатын болса, кете беремін. Аман есен жетем, хабарласамын, деп шекесін ұстай отырып, ішкі жан дүниесінде болып жатқан күйзелісін жасырған жоқ. Қараша, жаным, қатты қайғырма. Әрине барғанын дұрыс. Әке шешенің де басына Құран оқытсан, біз сені асыға тосамыз, деп жан-жары бәйек болып жатыр. Осы сәтте Қараша Омарович Қазақстанның Алматы қаласына әлдеқандай фирма тауар апару үшін ұшақ жалдапты. Егерде жолақысын төлесе, алып кетпекші. Қалай, барасыз ба? Ұшақ біздің уақытпен таңғы 6 шамасында әуеге көтеріледі екен, деп хатшы қыздың дауысы ішкі байланыс жүйесін естілді. Ұмытпаса, сол қаладан ауылға 200 шақырым жерде ұшақ жерге қонса болды, құс болып ұшса да жететін ойлады. Арада көп уақыт өтпей Қараша қол сөмкесін алып, әуежайда ұшатын ұшақты тосып отырды. Туған елін арайлы таны мұндай сұлу екенін жігіт алғашқы рет көргенде көз алмай тамашалады. Жас кезі болғандықтан дүние жап-жасыл бояумен көмкерілген. Аспанның көгілдір айдынында қалықтап ақша бұлттар жүзіп жүр. Жолаушылар таситын ұшақтың кішкене терезесін сыртқа қарап отырған Қараша көзін ілдіре алмады. Басы айналысы 4 сағаттың ішінде Сібірден ұшқан ұшақтың Алматының әуежай шығыстан арайлап шығып келе жатқан жарқыраған күннен қарсы алды. Әуежайдың қону алаңында қонып ұшып жатқан ұшақтардың саны біршама екен. Кедендік тексеруден өтті. Қараша жергілікті уақытқа қараса, ертеңгі 9-ды көрсетіп тұр екен. Ол әуежайда алаңнан асыға басып жүгіріп шықты. Қарсы алдында 5-6 жолаушы таситын жеңіл машиналардың қарасы көрінді. Ішіндегі шетелдік көлікке жақындап келді де, самарқау мойнын бұрып қараған жүргізушіге қалтасына 1000 ақш долларын шығарды да: мені 2 сағат ішінде Тереңөзек ауылына жеткізсен, осы ақшаны қолма-қол төлеп беремін. Жалғыз нағашым қайтыс болып, жерлеуге қатысу үшін кетіп барамын, деп дереу шартын айтты. Ана жүргізушінің таңғалғаны көзі шарасынан шыға жаздады. Білгендегі сағатына қарады да шұғыл түрде машинасына отырып, тәуекел отырыңыз, деді. Шетелдік машина орнына жедел қозғалып, қара жолмен оқтай алға зымырады. Жол бойы басы бозған көліктерді қалмады. Машинаның қатты жылдамдығынан Қарашаның өзі қорқа бастады. Бірақ жүргізуші өзі тәжірибелі екен. Ләм демей алға оқтай зымырап келеді. Әне міне дегенше олар жол жөнекей кездескен ауылдарды артқа қалдырып, Тереңөзекке жетіп қалғанда, шаны жолмен ақырын жылжып, бейіт басына бет алған сансыз машиналардың легін көрді. Дереу бейіт басына тарт, деді. Қараша көзі жасқа толып, үлгергенін біліп, көңілі босап кетті. Машиналар тізбегі төбе басындағы бейітке жете бере жазыққа тоқтай қалды.
соңдарынан қуып жеткен Қараша қолындағы ақшасын жүргізушіге бере сала машинадан түсе қалып қазақтың салтымен: «Ой, бауырым-ай, нағашым-ай, саған жетер енді кім бар?» деп өгіздей өкіріп жылап жіберген. «Ей, мынау Сібірдегі Омардың жалғыз ұлы ғой, әй қарағым-ай, құстай ұшып жеткен екен-ау. Бұл жиен дегенді қойсайшы, көңілі босап тығылып келген екен ғой. Ой, бауырым-ай, нағашының орны бөлек қой, жарығым-ай, арты қайырлы болсын» деп бір уыс топырақ салуға үлгердің, ерледің деген дауыстар шығып, қаралы топ келіп жігітпен көрісіп, да шу болып кетті. Қараша өзінің көңілі қатты босанғанын сезді. Жан дүниесін егіліп, өгіздей өкіріп, жыға танымайтын бөтен адамдармен көрісіп, екі көзінен аққан ыстық жасы бетін шайып кетті. «Қарағым, бұл шалдың арманы жоқ, 90-ға шейін ғұмыр кешті, бір уыс топырақ салуға үлгердің. Таусылма, қарағым, осы атаның жасын сендерге берсін» деп әлдеқандай қария келіп басу айтып, жігітті иығынан құшақтап жатыр. Жігіт енді ұқты. Туған еліне деген сағынышы көңілінің қатпарында ұзақ жылдар бойы жиналып, жаны теңіздей толқытып жіберген екен. Нағашының жерлеген соң басына ақ сәлде киген жігіттің молда екенін білген Қараша көзінен тамшылап аққан жасын сүрте жүріп, әлдеқандай қарт кісінің көмегімен әке-шешесінің тозып қалауға айналған бейіттерінің басына барып, тізерлеп отырып Құран оқытты. Бейіттерді жанартпайды деп естіген, ең құрғанда аты жөндерін жаздырып ілу керек шығар деп жігітке бір ой келді. Туған ауылында ілік шатыс туыстары жетерлік екенін Қараша осы жолы білді. Нағашының жер ортасында жасқа келген екі баласының тұрмыс жағдайы мәз емес екенін үйлерін көріп айтпай-ақ түсінді. Содан кейін ел аяғы басылып, бірыңғай жақын ағайын туыстары қалғанда, екі егделеу жігіт ағасының жанына отырғызып әңгімесін бастады. Ең алдымен нағашының жерлеуіне шыққан шығынды толық өткеретін айтты. Басына жақсылап тұрып, қоршауын қойып, тасын орнатып, қырқын жылым беру сияқты рәсімдеріне қаржыны бөлек санап, олардың алдарына қойды. Оны көрген жасы бірталай келген үй иесінің әйелі алғыс сезімін жасыра алмай еріксіз көзіне жас салып жылап жіберді. «Атам сені іздеп барсам-ау» деп армандаушы еді. Мына қу жетіспеушілік қол байлау болды емес пе? Жат болып кетті-ау деп аузынан тастамай айтып отырушы еді деп ағынан жарылып айтып жатыр. «Інім, сенің бұл жақсылығыңды өмірде ұмытпаймыз. Бекер шығындалма, елміз ғой, өзіміз олай-бұлай тіршілік жасап, барлық шаруасын атқарамыз ғой» деп нағашының үлкен ұлы желкесін сипап ыңғайсызданып қалды. «Жоқ, бұл менің парызым. Екінші, екеулеріңізге екі шетел көлігін сатып әперіп мінгізіп кетемін. Орта жасқа келгенше жаяу жүргендеріңіз шараспас. Ал енді балаларыңызды көп айта беріңіздер. Бұл жақта жұмыс жоқ болса, өзім алып кетемін. Менің қол астымда қызмет істейді. Қаржы жинап, аяқтарынан тік тұрып кеткеннен кейін елге қайтамыз десе, қарсылығым жоқ» деп барып Қараша бір тоқтады. «Бәрі дұрыс қой, тіршілігінде ешбір қызық көрмей кеткен әке-шешене жасайтын не жақсылығым бар» деп нағашының екінші ұлы әңгімені әріден бастады. Қараша сөз төркінін түсінбей қалды. «Не істейін, қылсам айтыңыздар» деп жігіт ағасының бетіне шалт қарады. «Ауылда мешіт жоқ. Қаржының реті келсе, бір мешіт салып берсең, осы ел жұрттың барлығы саған риза болар еді. Оның шаруасына ауылдағы
біз бас көз болар едік деп барып тоқтады. Қараша ойланып қалды. Мұсылман екенін есіне түсірген туған ауылының тұрғындарына жақсылық жасаудан өзі бір ерекше бақыт екенін жана түсінгендей болды. Қарағым, байлық кімнен қалмаған? Омардың баласы келіп ауылына мешіт салыпты деген сөздің өзі бізге жетіп жатыр. Әке шешенің, нағашының әруағы риза болсын деп үлкен кісі де баладай Қарашаның бетіне жаутаңдай қарай берген. Жігіт өздері бірде жоқ болып қалт-құлт етіп өмір сүріп отырса да, бас қадамдарын ойламай, ел жұрттың қамын ойлаған, жаңадан танысып жатқан ағаларын пейіліне риза болды. Ағалар, айтқандарын болсын, 3 айдың ішінде мешітті салып бітіріп беремін. Мен қайтпай тұрып, жергілікті атқарушы органдармен, ауыл ақсақалдармен ақылдасып, салатын жерді белгілеп шешіндер. Ал құрылыс материалдарын шетелден алдырамын. Өзбектен шеберлері мешітті әрлеп, жақсы салады екен деп естігенмін. Бұл істі күні ертең-ақ бастайық деп Қараша келсе кетті. Үй ішінде жиналып отырған туысқандары қатты риза болып, жігітті арқасынан қағып, апалар жағы бетінен сүйіп, еміреніп жатты. Сол жылы жазда ауылдың ең көрікті жерінде әдемі мешіт бой көтерді. Бүкіл ауылдың тұрғындары сол Алланың үйінің ашылу рәсіміне қатысып, о дүниелік болған ата-бабаларына Құран бағыштап, үлкен ас берілді. Оның барлық шығынын көтерген, бір кездегі кедейшілікпен еңсесі көтере алмай өмірден өткен Омар шалдың жалғыз ұлы Қараша еді. Ауыл адамдардың ақ батасын алған жігіттің қуанышында шек болған жоқ. Мұсылмандыққа бет бұрған әйелін, өсіп келе жатқан 2 ұлын ауылына алып келіп, ағайындарымен таныстырып, аунап қуанып қонақ болды. Сібірге қайтарында бүкіл ауыл тұрғындары, оның ішінде үлкен апалар жағы көздерінен жас алып, жігіттің отбасымен қимай қоштасқан. Енді өзін күтіп, амандығын тілеп, жолын тосып жүретін ағайын, ел жұрттың бар екенін түсінген жігіттің жаны еріксіз толқып кетті. Бұл өмірде кіндік қаны тамған туған жерге жететін еш нәрсе жоқ екенін жана түсінгендей болды. Бір уыс топырақ нағашына салуға келіп, туған ел жұртмен қауышқан шын жүрегімен бақыт деді. Ол жеңіл машинасымен әуежайға кетіп бара жатып, туған жерінің шоқтығы биік сұлу таулардың суретіне көз алмай қызға қарады. Ол өзінің қайтып оралатынына сенімдеді.